күн шығып келеді, Сырдария ағып жатыр. Далада күріш егістігі. Балалар табиғатты тамашалап тұр. Сыр елі еңбек пен даналықтың мекені. Осы жерде, қарапайым ауылда, дүние жүзіне аты шыққан диқан Ыбырай Жақаев өмір сүрді. Кім ол Ыбырай ата? Ол адал еңбегімен бүкіл әлемді таңғалдырған адам. Жарық жылт етіп Ыбырай атаның бейнесі көрінеді. Ыбырай ата жылы сабырлы дауыспен: балаларым, менің өмірім күріш егумен өтті. Бірақ мен үшін ең бастысы тек өнім емес, еңбек қадірет. Адал еңбек адамдықтың айнасы, елдің тірегі. Ата, сіз неге дала академигі атандыңыз? Ыбырай ата, өткенімен әрбір дәнге ғылыммен қарадым. 1943 жылы 1 гектардан 171 центнер күріш алдым. Бірақ менің ең үлкен жетістігім адал еңбектің жастар жүрегінде қалуы. Қазіргі заман дрон күріш алқабын түсіріп жүр, балалар ноутбукта Smart Agro бағдарламасын ашып отыр. Ыбырай ата, жарық нұр түрінде, енді сендердің уақытың технология мен еңбек заманы. Бірақ ұмытпаңдар, ең мықты жаңалық адалдық пен табандылық. Біз сіздің жолыңызды жалғастырамыз. Ата, адам Ыбырай Жақаев еңбек пен жаңашылдықтың мәңгілік символы. Оның өнегесі әрбір қазақстандық жастың жүрегінде.